Баршаларыңызға сәлем, қыздар. Бүгін сіздермен Корей халқының тағамы момосяй тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен 900 грамм ұнымызға және де 480 грамм суымыздың ішіне 6 грамм ашытқы және де 10 грамм қантымызды салып, жаңағы қамыр илеп алатын боламыз. Бізде осындай тығыз қамыр болуы қажет. Үстіне зәйтүн майын құйып, жақсылап жағып, бетіне салафанымызды жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Енді қыздар, етіміз қатып тұрған етімізді алып, видеодағыдай барынша жұқарақ қылып турап алатын боламыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай өте жұқа болды. Келесі бізде пиязымызды да үлкенірек қылып турап, орталарын ажыратып аламыз. Келесі бізде перецтерімізді де ірірек қылып турап аламыз. Келесі бізде жартылай ащы қызыл переціміз, оны да үлкенірек қылып тураймыз, және де помидорымызды да ірірек қылып турап аламыз. Одан кейін чесногымызды осылай домалақ қылып турап, және де укроптың сабағын да турап аламыз. Енді қыздар, подливын жасайтын боламыз. Ыдысымызға майымызды құйып, майымызды прям қатты қыздырып, етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне қыздар, біздің етіміз өте жұқа болғаннан кейін етіміз тез піседі. Және де келесі қыздар, дәміне қарай тұзын саламыз. Дәміне қарай бұрышын саламыз. Одан кейін 2 қасық томат пастасын салап, және де үстінен соевый соус құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ірірек қылып тураған пиязымызды салып, оны да араластырамыз. Одан кейін укроптың сабағын салып, оны да араластырып аламыз. Келесі перецтерімізді салып, оны да араластырамыз. Одан кейін чеснок және де помидорымызды салып, оны да араластырып алатын боламыз. Әр салған сай 2 минут сайын қуырып, кезек-кезектен салып отырсаңыздар болады. Одан кейін 2 стакан суымызды құйып, бұқтырып, еті піскенше бұқтырып қоятын боламыз. Қыздар, біздің қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. 2 бөлікке бөліп болғаннан кейін осындай ыңғайлап өзімізге зуала жасап аламыз. Зуала жасап болғаннан кейін осы қамырды енді мен жаямын. Жайып болғаннан кейін осындай консервінің ыдысымен өзіме формочкалар жасап алатын боламын. Және де артық қамырларды видеодағыдай алып тастаймын. Және осы қамырымды көтерілу үшін тағы да 5 минутқа қойып қоямын. Көтеріліп болғаннан кейін үстіне ұнымызды сеуіп, орталары жабыс қалмас үшін ұнымызды себеміз. Міне қыздар, видеодағыдай бір-бірінің үстіне қою арқылы біз өте әдемі форма жасайтын боламыз. Міне қыздар, қандай әдемі форма болып шықты. Тағы да біреуін жасап көрсетейін. Бірінің үстіне бірін қою арқылы форма жасаймыз. Одан кейін сушидің осындай таяқшасымен тура ортасынан басып алатын боламыз. Бізде осындай форма шығуы қажет. Міне қыздар, дайын болған қамырымызды үстін жауып, тағы да қойып қоямыз. Және де астына міндетті түрде осындай пергамент қойғандарыңыз жөн. Сол кезде асты жабыспайды. Міне қыздар, енді осындай мантаваркаға барлығын қойып шығамыз. Және де мантаваркамыз міндетті түрде қайнап тұруы қажет. Мантаваркамызға қойып қоямыз. Міне қыздар, біз бұл тестаны 15-20 минут қана пісіретін боламыз. Одан кейін қыздар, әбден суығаннан кейін ғана аузын ашыңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады.
міне біздің неміз өте жабыспай, өте әдемі болып шықты. Енді қыздар дайын болған подливымызды тарелкамызға осылай прям сорпасымен бірге құямыз. Сол кезде осындай тесталарымызды батырып жегенге өте дәмді болады. Міне қыздар, біздің тағамыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.